Сәлем достар, қал жағдайларың жақсы ма? Достар, бүгін сіздермен жетістікке жетуден тосып тұратын нәрселер бар. Сол нәрселерді қарап шығатын боламыз. Мысалға, әрбір адамға бір нәрсе айтылған уақыты ойлануы бар. Ойланған уақыты мәлім бір программалар іске түседі. Мысалға, не үшін сол нәрсені отказ беріп тұрды? Бір нәрсені неге жасамайсың деген уақыты программалар іске түседі. Жоқ, мен бұл істей алмаймын, бұл менің қолымнан келмейді деп қалуы мүмкін. Сол жерде, мысалға, не үшін ондай деп айтты? Себебі оған сондай программа орнатылған болады басына. Содан кейін оған бірден отказ береді. Енді солардың себептеріне қарасақ, ең бірінші кезекте біздер өсе келе жатырғанымызда, достар, жас кезімізден сенің нәрсең емес, бұл сенің қолыңнан келмейді, сен сөйлемей тұр, араласпа, әртүрлі біздердің алдыға жүруімізге тоқтататын блоктар болады. Мысалға, сенің қолыңнан келмейді, сен жасай алмайсың, басқалар жасалады, бұл сен үшін емес деген нәрселер. Мына жерге Windows'қа программалар установка болады ғой, сол сияқты мәлім бір істі айтқан уақытта сол программалар іске түсіп тоқтатып қалады, негативный программалар. Соларды енді қалай кеткізуге болады, например. Енді, мысалға, мен фотошопты фотоларды өңдеу үшін Windows'тың өзінде программа болмаса істей алмаймын мен. Ол программаны кіргізуім керек Windows'қа. Мәлім бір программаларды кіргізу арқылы осы нәрселерді, бастағы нәрселерді, мысалға, шешуге болады, кеткізуге болады. Бұрын сіз, мысалға, менің қолымнан келмейді екен деп ойлап жүрсеңіз, соларды шешу арқылы, менің қолымнан келеді екен деп ойлап кетесіз. Позитив жағына ойлап кетесіз, достар. Ол бірінші себебі, мына жерде установка болып қалған негативный заттар. Екінші себебі, достар, тез ашулану. Адамда ол да бір тез ашуланып кету. Бір нәрсені, мысалға, соңына дейін естіпей тұрып, бірден шешім қабылдап, мына жерде ашуға беріліп кету, ол әлсіздіктің белгісі. Әрқашан ондай адамдар физически мықты болғанымен психологически әлсіз болады ол жерде. Себебі тез ашуланған адам ми ашуланған кезде тоқтайды жұмысынан. Не келеді, соны тіл сөйлей беретін болады. Ол да бір себеп жетістікке жеткізбеудің, достар. Екінші себебі негатив ойлау. Негатив ойлау. Мысалға, сізге мына нәрсені неге жасамайсың, мына бизнесті неге бастамайсың, мына нәрсені неге сатпайсың деген кезде, ол да бір установка болып қалған нәрселерге байланысты болады бәрібір. Негатив пікірлер келеді сізде. Өйткені сізге айтқан біреу, ана нәрсені бастап едім, мынандай болып қалды, анау мындай болып қалды. Сол нәрселерді қабылдағаннан кейін, значит, менде де болмайды деген пікір қалыптасады. Ол нәрселер өзі негатив ойлау деген біреудің айтқаны, біреудің айтып бергені, біреуден естіп сізге айтып бергені мына жерге установка болып қалады. Соларды ұстап, бұл нәрселер болмайды деп отказ бере береді. Негатив ойлау. Енді тағы да бір нәрсе бар. Барлық адамға ұнауға әрекет ету. Барлық адамға, мысалға, ұнауға тырыспау керек. Себебі біз барлық адамға ұнамаймыз. Барлық адамға ұнамаймыз. Сіздің біреуге сөйлеуіңіз ұнамайды, сіздің біреуге әрекетіңіз ұнамайды, сіздің біреуге түріңіз ұнамайды, ешкімге ұнамайсың, көп ұнамайсың адамға, барлық адамға ұнамайсың. Сондықтан бұл жерде не? Мысалға, өзіңіздің мақсатыңыз бар. Мақсатыңыз болса егер. Сол мақсатыңыз жолында жұмысыңызды істеп жатырсыз. И сіз бақыттысыз оны жұмысты істеп жатырғаннан. Основной сіз бақытты болып, басқаларға, енді өзіңіздің жақындарыңызға тағы да бақыт сыйлап жатырсыз. Оннан артқан бақыт жоқ. Енді барлық адамның көңілінен шығуым керек десеңіз, ол қате пікір. Мысалға, сіз біреуге 10 мың, 20 мың беріп тұрсаңыз,
мысалға көмек ретінде 5.000 10.000 айына беріп тұрсаңыз, келесі айда бермей қалсаңыз, мысалға ол ойлайды жаман жағына, сондай маған 2 ай беріп қалып, что-то қазір бермей жатыр деп ойлайды. Ол нәрсені беріп жатқаныңыздың себебі Аллах Тағаланың ризалығы болу керек ол жерде. Мысалы, ол адамның емес, Аллах Тағаланың ризалығын ету үшін сол адамға көмектесіп жатсыз. Пенделеріне, Аллахтың пенделеріне көмектесіп жатсыз, мысалы. Оны солай ойлауға болады. Барлық адамға ұнамайсың ешқашан. Ол қате түсінік болады. Әрекет жасамау керек барлық адамға ұнаймын деп. Ұнамайсың, себебі әртүрлі адам бар. Миллион түрлі адам, миллион түрлі характер. Енді азартный әрекеттер болады. Азартный жаман әртүрлі нәрселерге беріліп кету, мысалға ойын ойнау, жаңағы игра ойындарды ойнап уақытын өткізеді көп адам. Мысалға ойнаса болады жарты сағат, 1 сағат. Мысалға мен өзім оны рекомендовать етпеймін, ойна деп. Ойнағысы келетін адамдар, ол да біреулер ойлайды, миды дамытатын ойындар болады деп. Енді ойнаса болады, бірақ асырып жіберу основной бұл жерде. Сондай адамдар бар, күнде 5 сағат, 3 сағат уақытын сол игра ойындарға, әртүрлі автоматтарға, әртүрлі жаңағындай ақша тігіп ойнайтын азартный ойындарға беріліп кетеді. Сол жерде ойлау керек, бұл нәрселерді мен не үшін ойнап жатырмын, өзім мақсатым не керек өзі маған бұныларды ойнағанда, не пайда табам деу керек. Немесе, мысалға сіз автомат ба бір нәрселерге өтіп кеттіңіз, ақша қойып тігіп ойнап жатсыз. Ойлау керек, бұдан алдыңғы адамдар сол нәрсені ойнап бақытқа жеткен ба? Жетпеген болса, сонша жылдар болды, ол нәрселердің шыққанына, мысалға, бақытқа жетпеген болса, мен де сондай боламын деп ойлау керек. Достар, иә? Кейін мақсат қоймау. Мақсат қоймау мына дүниеде мақсаты жоқ адам қанатсыз құспен тең дейді. Мысалға, сіз ағым мынаяққа, судың ағым мынаяққа алып кетсе, мынаяққа кетсе, мынаяққа кете беретін. Мақсатсыз адам сондай болады. Бір өзінің мақсатыны көрмегеннен соң, ол любой адам, мысалға, мынандай деп айтса, сол жаққа еріп кете береді. Себебі өзінің пікірі жоқ, өзінің мақсаты жоқ адам кез келген жаққа кетіп қала береді. Өміріңді исраф етесің. Мақсат та екі түрге болады. Мысалы, бөлінеді. Ең ұлы мақсат болады, кішкене мақсаттар болады. Мысалға, ең ұлы мақсатты 15 секундтың ішінде айтып беруің керексің. Мына дүниедегі мақсатым Аллах Тағаланың ризашылығын алып, мысалға, сол арқалы адамдарға көмектесу. Мысалға, адамдарға көмектесесің, Аллах Тағаланың ризашылығын аласың. Сол кезде уәде етілген жәннатқа жету, мысалға, осы дүниедегі айтылған жақсылықтарға жету, сол сияқты нәрселер болу керек. Егер ұлы мақсат болмайтын болса, тек қана мақсатың ақша табу болатын болса, ақша кез келген жұмыс арқалы келе береді. Мысалы, кез келген жұмыс арқалы келе береді. Автомат ойнатқызып та бір нәрселер, арам істерді істеткізіп те ақша таба беруге болады. Мақсат тек ақша болып қалатын болса. Ұлы мақсат қою керек бірінші, кейін кішкене мақсаттар болады. Достар, соларды ұмытпау керек, мақсат қойып үйрену керек. Мақсаты болу керек адамның. Мысалы, мақсаты тек ақша болып қалмау керек бұл жерде. Сонымен бүгінгі сабағымызды тамамдаймыз, достар. Сау, сәлеметте болыңыздар.